Қайырлы күн достар, бүгінгі видеомызда біз осындай қазақша жакетті тігіп үйренетін боламыз. Мен тапсырыс бойынша мұны Матвей Үйлерден тігуді дұрыс көрдік. Бірінші біз мұны дизайн жасап алдық. Ол үшін біз арнайы текесте тігетін машинканы пайдаландық. Міне бір жағында осындай тудың, бүркіттің суреті және екінші жағына оюдың суретін салып шығатын боламыз. Егер де сіздерге менің видеоларым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Бүгінгі видеомызда біз тек қана жакеттің тігілу жолын ғана айтамыз. Сіздерге өткен сабақтарда пішілу жолдарын көрсеткен болатынмын. Егер де менің каналыма тіркелген болсаңыздар, сол видеоларды қарап шықсаңыздар болады. Міне екі жағындағы дизайны тігіліп болды. Енді міне екі иығын қосып тігіп аламыз. Міне енді екі иығының тігісін тігетін боламыз. Біріншісі закрепка жіберіп алыңыз, және соңында тағы да закрепка жіберген дұрыс. Өйткені тігістеріміз мықты болып шығады. Енді міне астарлығын тігеміз. Мен астарлықты дайындап қойған болатын. Енді осыны дәл сол міне алдыңғы жакеттің негізгі бөлігін тіккендей қылып, екі иығын қосып тігіп аламыз. Міне мен екі иығын қосып тігіп қойдым. Енді астарлығын міне бір-біріне беттестіріп, дәл осылай міне мен көрсетіп отқан жолмен тағы да бір тігіс жүргізіп шығамыз. Міне енді осы тігіп шыққан жерімізге мына қайшымен шамалы қиып жіберіңіз, өйткені әрбір бұрылыстарда материалдың тартылып тігілмейтін болады. Міне мен енді етек жағынан бір тағы да тігіс жүргізетін боламын. Міне тігісіміз дайын болды. Енді міне оң қаратамыз. Міне оң қаратып шықтым. Енді иықтарындағы артық материалды, міне астарлық матаның артық жерін қырқып алып тастаймыз. Енді міне мен қазір видеода көрсетіп жатқандай астарлығын міне негізгі материалға қосып тігеміз. Міне екінші міне тағы да дәл солай қайталаймыз. Міне астарлығы мен негізгі матаны қосып алдым. Енді осыны тағы да міне қолтыққа дейін тігеміз. Иықтан бастап қолтығына дейін тігіп жатырмын. Екінші қолтығында дәл солай қайталаймыз. Міне енді міне тіккен тігісімізді міне оң қаратамыз. Сосын үтікке апарамыз. Мен мына түктері жатып қалмау үшін үтікке барған кезде гладильный доскаға әдейілеп сүлгіні төсеп қойдым. Теріс жағынан үтіктейміз. Енді міне ішкі жағынан кіріп, міне жанынан міне аламыз. Міне алдыңғы бөлікті. Енді осыны міне теріс қаратып, ішкі бөлігінен бір тігіс жүргіземіз. Сол кезде жакетіміздің бір жанынан бір-ақ тігіспен бекітілетін болады. Сіздер мына бірінші жағын осылай бір тігіп алыңыздар. Міне мен бір тігіп шықтым. Енді екінші жағын тігуді көрсететін боламын. Оң қаратып алдық. Міне екінші жағын міне жанын бірінші астарлығын көтеріп, негізгі матаны қосып тігіп аламыз. Енді осы бір тігіс тігіп шыққаннан кейін кішкене астарлықтан осындай жол ашық тұратын болады. Осы жерді қолмен тігіп жіберсеңіздер де болады. Осымен видеомыз тәмам болып қалды. Сіздермен болған меруерт. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.